Неше мың жыл бұрын өмір сүрген ғұн, түркі бабаларымыз тұзды тастамай ала жүрген. Тіптен Шыңғыс ханның сардарлар мен сарбаздарының қалтасында тұз жүретіні аңыз болып айтылады. Ендеше, тұздың не кереметі, қандай пайдасы бар? Шығыс халықтарында тұзды пайдалану, тұзды тамақ және шай ішу дәстүрі әлі күнге дейін сақталып келеді. Мәселен, Қытайдағы және Монғолиядағы қандастарымыз шайды тұзбен ішуді әлі сақтап келе жатыр. Ас тұзы натрий хлориді, түссіз кристалды зат. Суда, сұйық аммиакта, спирттерде, этиленгликолда, құмырсқа қышқылында ериді, ал тұз қышқылында ерімейді. Табиғатта галит минералы, тас тұзы түрінде мұхиттар мен теңіз, сондай-ақ көл және жер асты суларының құрамында кездеседі. Тұз ағзаның дұрыс және толассыз түрде қызмет етіп отыруына арналған қажетті компонент. Қазақта тұзды төгіп қойсаң, өмірің ашы болады, тұзды тегін берсең, ұрыс керіске тап боласың деген ырым тыйымдар бар. Сондай-ақ көне көз апаларымыз тұзды иығыңнан 3 рет асырып сермесең, барлық аурулар мен жамандықтан аулақ боласың деп жатады. Қазақ айтса айтқандай, тұздың тамақ дәмін келтіруден басқа көптеген пайдалы тұстары бар екен. Бояудың иісі шығып тұрған бөлмеге тұз салған сауыт қойсаңыз, иіс тез арада жоғалып кетеді. Балық иісі шығып тұрған ыдысты тұз қосылған сумен жуыңыз. Ішіне бір шөгін тұз салсаңыз, кофенің дәмі кіре түседі. Егер табадағы май көпіршіктенсе, оны аздап тұздаңыз. Қол орамалдарды жуудан бұрын, оны бір уыс тұз ерітілген жылы суға 2-3 сағат бойына салып қойсаңыз, әбден сынып қалған дақтарды кетіруде таптырмас көмек болады. Сарғайған терезе жабынын жуудан бұрын тұзды суға салыңыз. Шикі жұмыртқаны, әсіресе оның ағын шайқағанда міндетті түрде тұз қосыңыз. Жұмыртқаны шайқау әлдеқайда жеңілдейді. Бұл жұмыртқаны қантпен шайқағанда қолданылмайды. Жұмыртқа пісірілетін суға міндетті түрде тұз салыңыз. Жұмыртқа жарылса да тұзды суда ақ кетпейді. Кесілген алма қайнатылғанға дейін қарайып кетпеу үшін оны сәл-пәл тұздаған суда ұстаңыз. Кесілген пиязды тұздап қойса, өзінің қалпын ұзақ сақтайды. Егер бір шақпақ қантты ашы тұздалған сорпаға жарты минутқа салып алса, тұзы кемейді. Егер сорпа тым қатты тұздалса, жаңағыдай әдісті 2-3 рет қайталаған жөн. Ыстық күндері май салынған ыдысты тұзды суға малынған шүберекке орап қойса, май ерімейді. Тағам қуырған кезде табаға кішкене тұз сепсеңіз, май шашырамайды. Духовкаға қойған печенье күйіп кетпес үшін форма астына аздап тұз салу керек. Балдыр иісі шыққан балықты тұзы ашы езілген салқын суға салып қойса, жаман иіс кетіп қалады. Балық тазалаған кезде қолды тұзға батырып алу керек, бұл еңбекті жеңілдетеді. Қабығы жарылған жұмыртқаны тұзды суға салып пісірсе, ақпайды. Овощтағы жәндіктерді тазарту үшін оны пісірер алдында тұзды суға батырып алу керек. Шойын ыдысты татпаса, оны тұз қышқылының әлсіз ерітіндісімен сүртіп кетіруге болады. Кірленген шойын ыдыстарды елеп алынған майда құммен, түрлі қағазбен ысып тазалап алып, одан кейін сода қосылған сумен жуу керек. Жаңа сатып алынған шойын табаны пайдаланудан бұрын әуелі қатты жанып тұрған отқа қойып, ішіне тұз салып өртеп алу керек. Тұз құйып қоңыр қызыл түсті болған кезде табаны оттан алып қоясыз да, біраздан кейін сол тұзбен табаның ішін ыстықтай сүртесіз. Бұдан кейін табаның ішін өсімдік майымен майлап пешке қойып әбден қыздырып аласыз. Осылайша қыздырылған табаға тамақ жабыспайтын болады. Тұздың зияны өні көп мөлшерде тұтынғанда байқалады. Ол организмдегі жолдарды бітеп, сұйықтық ағзадан шыға алмайды. Соның салдарынан ісіну пайда болып, натрий хлоридінің қалдықтары жинала береді. Натрий қан қысымын көтереді. Ол гипертония ауруында денсаулыққа зиянын тигізеді. Ауру асқынған жағдайда адам инсульт алуы мүмкін. Тұзды көп мөлшерде қолдану бауыр, бүйрек, жүрек ауруларына әкеліп соғады. Тағамды үнемі тұздап жеу дәм сезу рецепторларының сезімталдығын басып, соның себебінен табиғи тағам дәмсіз көрінуі мүмкін. Егер біраз уақыт тұздан бас тартар болсаңыз, дәм сезі рецепторларының сезімталдығы, тағамның табиғи дәмін сезу қабілеті қалпына келеді. Салаттарға тұздың орнына түрлі дәмдеуіштер мен лимон, сірке су қосуға болады.
Ас тұзының денсаулыққа пайдасы: ангина кезінде 1 стакан жылы суға 1 шай қасық тұзды араластырып, күніне неше рет тамағыңызды шайып жіберу қажет. 1 стакан жылы суға 1-2 шай қасық тұз және 4 тамшы 5 иод араластырып алу. Осы ертіндіні мұрын арқылы тамаққа жіберіп, түкіріп тастау керек. Осылай күніне неше мәрте қайталау балалардағы тұмауға қарсы тамаша құрал болып табылады. 2 ас қасық аниса дәнегі, 1 шай қасық бал және қасық ұшымен тұз. Барлығын бір ыдысқа салып, үстіне 1 стакан су құйып, отқа қойып, бір қайнатып жіберіп, сүзіп алып тастап, жөтелі бар балаларға 1 шай қасықтан 2 сағат сайын беріп тұру қажет. Ересектерде қабылдаса болады 2 қасықтан. Жөтелге пайдалану үшін ертесімен аш асқазанға 1 стакан жылы суға, қасық ұшымен тұз және 1 шай қасық соданы араластырып қабылдау қажет. Соғылған, көгерген жер, ересектер мен балалардың бас ауруына тұзбен компресс жасау, уксус қосып бірге 1 буын және сүйек ауруларына 1 стакан бал, 1 стакан арақ, 1 стакан тұз, 1-5 стакан ақшомыр. Барлығын араластырып, ауырып тұрған жерге жағып қою. Ішектер ауруына вялый кишечника, ішке қабылдауға ерітінді жасау, 2 стакан суға 1 шай қасық тұз, 1-3 стакан сүтті араластырып қабылдау. Нәтиже болмаса, 2 сағаттан кейін осыны тағы да қайталау. Артық салмақтан ваннадағы толы суға 2 кік ас тұзын немесе 1 кік теңіз тұзын қосып, ваннада 15 минут жату керек. Осылай күніге үзбей 15 күн қайталап тұру. Бұған қоса осындай ванна дене терісін тазалауға тамаша тәсіл. Ванна температурасы 36-37 градус болуы тиіс. Тістің саулығына: тісің сау болу үшін ертеңгісін таңғы астан бұрын тұзды 1 кесекті алып, сорып жүру керек. Сол тұзды түкірікпен ауыз қуыстарını шайқап түкіріп тастауға болады. Табан және тырнақ зеңіне метаны майдалап турап, ұнтап, тұзбен 1-1 араластырып, саусақ арасына, табанға немесе тырнақ үстіне қойып, жазылғанға дейін қайталап тұрған дұрыс. Ас тұзымен емделу жолы оңай және қарапайым. Ал ең бастысы қол жетімді. Арнаға тіркелуді де ұмытпаңыз.